Қазақта бір соңғы уақытта жойылып баратқан дәстүр бар. Ол ақылдасу деген дәстүр. Не істесең де сол істі білетін маманмен, немесе өмірде тәжірибесі мол үлкенмен, ол әулеттің үлкені бола ма, ауылдың үлкені бола ма, мектептің үлкені бола ма, ақылдасу керек. Ақылдаспай, білгеннің жөні осы екен деп, өзің намазыңды оқып, әр жерден үйренгенің жаттап алып, жүре беретін болсаң, міндетті түрде бір жерден сенің шошайып, әдепсіздігің шығып тұрады. Сондықтан осы дін мен дәстүрді, әдеп пенен білімді біріктіріп ұстау үшін ең керек нәрсе жасы үлкен тәжірибелі адаммен ақылдасу керек. Ақылдасқан адам еш уақытта ештеңеден кенде болмайды. Мен өзімнің төңірегімде бір 4-5 жігітке қатты риза боламын да. Біреу Астанада тұрады, Алматыда тұрады. Не болса соны ақылдаса береді. Кейде ығырың шығады жаңағы. Бірақ ығырың шықса да сабыр қыласың. Неге? Сол кейбір інілеріміздің өстіп мазаңдалғанына жете алмай жүрміз ғой деп та. Риза боласың да анаған. Кейде мынаған дейін звондайды ғой. Аға, Алматыға шығайын деп жатырмын, ауа райы қалай, бас киім кием ба, кимейін ба деп звондайды да. Мен айтамын, енді оны басқа адамнан сұрасаң да айтып береді ғой, енді мен мына кездесуде отырмын, басқа жерде отырмын. Сонда анау ақылдасу қанына сіңіп кеткен да. Аға, қазір қайын жұртым келе жатыр, бірдеңеден бірдеңке жіберіп алмайын, қандай подход жасайын, қалай сәлемдесейін, қандай құрмет қылайын, қайда алып барайын, не сояйын, не сыйлайын деп ақылдаса береді да. Әйтпесе оның басы біраз нәрсеге жетеді. Бірақ сен бәрібір ол білмейтін бірдеңені айтасың ғой. Ойбай, енең деген ол үлкен алтын көпір, соның көңілін тап, ана атаң риза болып кетсін, атаң ол осылай, енең риза болса, әйелің тыныш болады, анау тыныш болса, мынау тыныш болады деп айта бастайсың. Шында да ол кеткеннен кейін өзі білетініне сенің айтқаныңды қосады, арты шында да береке болады.